тартыс, теңге ілу сынды түрлі ойын ойнаған. Сонымен қатар айлы түнде ақсүйек ойналып алтыбақан тебілген. Во время празднования Наурыз проводились игры и состязания. Это как алтыбақан, қыз-қу, байга, көкпар, түйме алу. Алтыбақан. Жастардың көңіл көтеріп, сауық сайран құру үшін таптырмайтын ойын. Тымық кеште, айлы түнде ауыл сыртында ойналады. Алтыбақанды құру үшін 3-4 метрлік жеті томар ағаш пен 3 арқан керек. Оған 2 адам, әдетте бозбала мен бойжеткен мініп, бел арқанның екі жақтауынан бекем ұстап, 3-ші адамның демеуімен тербеледі. Тербеушілер ән бастайды да, оған жанындағы адамдар қосылады. Казак-шакурец является одним из древних видов спорта у казахов. Соревнования проводятся на праздниках и торжествах. Біліктіден тай салмаған, жүректі ғой қайсар бабам. Азаматты асқақ елдің, шаңырағы шайқалмаған, жарқыраған от ер жігіттер көп, көп. Солармен биік еліміз, жанарында жоқ, жалған сөзі жоқ. Ерлер барда іріміз, намысын өрмеген, жалыны сөнбеген. Қолда сабыр беріп, қазақтың ұлдарын ешкімге жеңбеген. Намысын өрмеген, жалыны сөнбеген. Қолда сабыр беріп, қазақтың ұлдарын ешкімге жеңбеген. Арқанның қақ ортасы қызыл орамалмен байланады. Осы орамалдың екі жағына 1,5-2 метрде қашықтықта жерге белгі салынады. Екі топқа бөлінген жастар бойларына қарай арқанның екі шетінен ұстайды. Тугус-кумаляк – это народная настольная игра математического и логического характера. Побеждает в игре тот, кто собрал в своем казане большее количество камней. Аударыспақ. Жеңіске жету үшін ептілік, күш, тапқырлық, батылдық қажет. Екі жігіт атқа мініп, бірін-бірі аттан аударып тастауға бар күшін салады. Ойын жас жігіттің мінезі мен ерік жігерін шыңдайды. Помните, достоинство и польза народных игр неоценимы, несмотря на то, что существуют соблазны в виде виртуальных развлечений. Играйте в национальные игры и будьте здоровы!